Қазақстан халқы ассамблеясының құрылғанына биыл 30 жыл. 30 жылдың ішінде қаншама жақсы игі істер атқарылды. Жалпы әу бастағы Қазақстан халқы ассамблеясының құрылуына негіз болған бұл Қазақстан Республикасын мекендейтін әртүрлі тағдырменен осы елде тоғысып өмір сүріп жатқан полиэтнос деп айтамыз ғой, бір-біріменен бірге отырып ынтымақты өмір сүруі, елде бейбітшіліктің сақталуы, ынтымақты тіршілік жасауы. Осы 30 жылдың ішінде әрине көп жұмыстар атқарылды. Алдыменен Қазақстан халқы ассамблеясы, яғни достық үйлері Қазақстанның түкпір-түкпірінде құрылды. Және ол достық үйлерінің шаңырағының астында сол облыс, аймақ, өңірде мекендейтін полиэтностың мәдени орталықтары құрылып жұмыс жасады. Мысалы үшін мен өз басым Абай облысы қазақ мәдени орталығының төрағасы ретінде жұмыс жасап келе жатырмын. Бұл әрине қоғамдық негіздегі жұмысымыз. Осы қоғамдық негіздегі жұмысымыз болғанымен дағы достық үйінде ұйымдастырылатын немесе мәдени орталықтың өзінің жеке жоспарының негізінде атқарылып жататын жұмыстардың барлығына белсене және құрметпен қызыға араласамыз. Өйткені сол қазақ мәдени орталығының жұмысын жүргізу арқылы мен өз басым сол шаңырақтың астында отырған басқа да өзге де полиэтнос орталықтардың мәдениетіменен, тіліменен, тұрмыс салтын біліп, сол ортада қазанында қайнап өмір сүріп жатырмыз. Үлкендердің өнөгөсін, үлкендердің берекелі тіршілігін ары қарай жалғастырушы қоғамда ынтымақты Қазақстанды өркендеуіне үлес қосатын бірден-бір бұл жастар. Сондықтан Қазақстан халқы ассамблеясы достық үйлерінде жастар қанаты жұмыс жасайды. Жастардың арасында, жастардың ортасында өз ұлттық құндылықтарын дәріптеуде, сонымен қатар мемлекеттік тілді үйренуде, мемлекеттік тілдің дамуына өзіндік белсенді үлестерін қосуда. Жастар бұл болашақ. Сондықтан жастардың бұндай белсенді тірлігі әрине бәрімізді қуантады.